Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 100-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Қоршаған ортаны қорғаймын. Етістіктің жіктелуі. Тыңдаған мәтіннің мазмұнына өз пікірімді айта аламын. 81-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Кейбіреулер ошақтың күлін қорадағы малдың қиын судың жағасына төге салады. Ол арыққа түсіп, суды былғайды. Осылайша таза су жарамсыз болып шыға келеді. Төменгі ел де, мал да сол суды ішуге мәжбүр болады. Мәтіннің мазмұнына байланысты өз пікіріңді айт. Бабаларымыз айтқан өсиет сөзді қатесіз көшіріп жаз. Су біздің табиғи байлығымыз. Сусыз ешбір тіршілік иесі өмір сүре алмайды. Денеміздің 70% судан тұратынын ескерсек, судың қаншалықты маңызды екенін айтпаса да түсінікті. Суды ластау, қоқысты тастау өзімізге жасалған жамандықпен тең. Сондықтан өзіміз үшін, өскелең ұрпақ үшін табиғатқа барынша қамқорлықпен қарағанымыз дұрыс болады. Бабалар өсиеті: күл қоқырды, көң қоқысты, бұлақ басынан аулақ төк, су таза болсын. 82-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына жіктік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен бөлмені тазалаймын, сен гүл отырғызасың, ол арықты тазалайды, біз өсімдіктерді күтеміз. 83-ші жаттығу. Жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап. К-ден егер бастасан, шомыласың суына, Ш-дан егер бастасан, жазда ойнайсың құмына, Т-дан егер бастасан, төрт түліктің баласы, С-дан егер бастасан, ақ қайынның аласы. Бұл жұмбақтың жауабы көл, шөл, төл және сөл. 84-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Яғни бізде мал, су, жер, ауа сөздер берілген, соларды қойып жазуымыз керек. Уланбаудың жолы қандай екенін айтып берейік. Уланса су, уланамыз бәріміз. Уланса ауа, уланатын тағы біз. Уланса жер, уланады өсімдік. Уланады оны жеген малымыз. Уланса мал, у тарайды бізге де. Уланбаудың бір ғана жолы табиғатты тазалықта ұстау, ластамау. 85-ші жаттығу. Мақал-мәтелдердің мағынасын топта талқылаңдар. Ақтың жуындысын ағып жатқан суға төкпе. Ағын суы бал татыр, ақ шабағы май татыр. Арық бар жерде су бар, су бар жерде ну бар. Жылап жүріп арық қазсан, күліп жүріп су ішерсің. Осы мақалдардың мағынасын талқылап көрейік. Ақтың жуындысын ағып жатқан суға төкпе, суды ластама деген мағына береді. Ағын суы бал татыр, ақ шабағы май татыр дегеніміз, ағып жатырған су өте таза болғандықтан, онда өмір сүретін балық та тәтті болады деген сөз. Арық бар жерде су бар жерде ну бар дегеніміз, арық қазылған жерге су жиналады, сондықтан ол жерге ағаштар өсіп шығады дегенді білдіреді. Жылап жүріп арық қазсан, күліп жүріп су ішерсің дегеніміз, арық қазу қиын болғанымен, көрген қиындығының жемісін жылдар бойы көресің дегенді білдіреді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабағымыз пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.